Армысыздар. Ел кезет ақпараттық танымдық порталында жүріп жатқан домбыра үйрену сабағының 8-ші бөлімін бастаймыз. Қазіргі 8-ші сабағымызда біз халықтың жүрегінен керемет орын алған, жалпы халық сүйіп тыңдайтын композитор, күйші Әбдімомын Желдібаев деген күйші ағамыздың Еркесілқым деген күйін сіздермен бөлісуді жөн көріп отырмын. Еркесілқым күйін көп адамдар үйренгісі келеді, өйткені ол өзі жүрекке жылы, көңілге қонымды күй. Сол Еркесілқым күйін асықпай үйренуге қолайлы болу үшін, екі қолдың әдіс амалдары барынша түсінікті болу үшін сіздерге асықпай бастан ақыр бір тартып берейін. Сіздерге түсінікті болу үшін, жаңағы үйренуге қолайлы болу үшін кішкене жай темпте орындап бердім. Ал енді бұл күйдегі басты мән беретін ерекшелік мына әуен бір келке үзілмей жүріп отыратын қағидатты сақтауымыз керек. Ол үшін мына оң қолдың қағысында Еркесілқымда қолданылатын мынандай қағыстар жиі қолданылады. Мысалға міне көрдіңіз бе? Алма кезек, екі жоғары, мысалға. Сосын екі төмен, екі жоғары, мынандай міне.
екі төмен, екі жоғары, сосын мына жерде де міне екі төмен, екі жоғары осындай алмасып отыратын қағыс ерекшеліктері бар. Осыларды біз басты назарда ұстай отырып, сосын мына сол қолда бастап тартылғанда мінекей 1, 2, 3-ші нүктеден кейінгі дыбыста басталады. Міне кейінгі перненің астыңғы шегінде сұқ саусақ, үстіңгі шегінде екінші саусақпен осы жерден басталады күй. Ашық шекте бірінші деген міне та-та-та-та-та деген бірінші басталатын әуен осы жерде міне. Бірінші та-та-та деген қағыс бос шекте, яғни басылмайды перне. Одан кейін та-та-та-та деген екі қағыс жоғары қарай. Осы жаңағы айтқан 3-ші нүктеден кейінгі, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ші пернеде астыңғы шекте сұқ саусақ, үстіңгі шекте екінші саусақтан басталады міне. Міне екі жоғары дыбыста өшірді. Міне. Енді ары қарай тура солай қағыс. Міне екінші әуен қайталанатын міне. Сол мына дыбыстан сұқ саусақ екінші нүктеден кейінгі пернеге ауысып, үстіңгі 3-ші нүктеден кейінгі перненің үстіңгі шегінде 3-ші саусақпенен алынады. Міне көрдіңіздер ме? Сонда былай болады. Енді келесі әуен, яғни міне 4-ші нүктеден кейінгі перненің үстіңгі шегінде 3-ші саусақ, жаңағы 8-ші пернеде астыңғы шекте сұқ саусақ міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ші пернеде міне. Сұқ саусақ үстіңгі 4-ші нүктеден кейінгі пернеде, яғни 10-ші перненің үстінде 3-ші саусақ. Сонда 3 әуенді мен қатар тартып берейін. Жаңағы басталатын әуенге келеміз енді. Және қайталаймыз. Басталатын әуенге келеміз. Көрдіңіздер ме? Сонда мына әуен ғана бір рет қайталанады, қалғандары бір рет тартылады, қалғандар қайталанады. Міне осы жердегі ең біріншісі та-та-та деген бір төмен, бір жоғары, бір төмен қағыс, бос шек. Бос шек деген перне басылмайды. Міне, көрдіңіздер ме? Осы қағыстан басталады міне. Осы қағыс келесі әуенде қайталанады міне бос шекте. Міне, көрдіңіздер ғой. Міне. Бағанаға әуенге қайта келдік. Қайталайды. Міне. Деп негізгі әуенге көшеді. Мынау жаңа кіріспес сияқты, жаңа қайталаған әуендер. Енді мінекей осы негізгі басталған әуенді қайталап, сіздерге ары қарай кететін әуенді көрсетейін. Қарап отырыңыздар. Негізгі енді кететін әуенге түстік. Енді сіздер байқап отырсыздар, мына бастапқы жаңағы бір әуен та-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 та деген әуенді мына екі саусақ, сұқ саусақ, екінші саусақ, сосын сұқ саусақ, үшінші саусақ, сұқ саусақ, екінші саусақ. Осы саусақтарменен негізгі әуенге қайтып келіп отырды. Қарап отырыңыздар міне. Мына саусақтар қолданылып отырды міне. Міне қараңыз. Міне үшінші саусақ, екінші саусақ үстінде. Деп
келесі әуенге көшеміз. Екі төмен екі жоғары. Мына жерде мысалға екінші нүктеден кейінгі пернеде бас бармақ, үшінші нүктеден кейінгі перненің астыңғы шегінде төртінші саусақ міне. Деп соңғы қағысқа та-та-та-та, тай-та-та деп ең соңғы әуенге мына үшінші пернеге астыңғы шекте соқ саусақ ауысады. Міне қарап отырыңыздар. Мына жерден келеміз. Қайталайды. Мына екі төмен екі жоғары бастайды деп соны алма кезек қағыспен қайталайды. Да-да-да-да-да-да-да деп. Сосын ары қарай қасында міне бас бармақтың астындағы пернеден деп ары қарай бас бармақпен та-та-та-та-та-та деген қағыс жиі қолданылып отырады. Міне еркесілқамның басындағы ең негізгі әуеннің үлкен сөйлем осылай аяқталады. Осы бас буында басылатын. Міне бір рет қайталап жіберейін, қарап отырыңыздар. Бас бармақ қай жерде жылжып отыр, екінші саусақ, мына сұқ саусақтың жылжуын қарап отырыңыздар. Міне екі төмен екі жоғары, бірақ мына жерде екінші саусақ бас бармақ деп бір негізгі әуен аяқталды. Енді екінші әуен. Мына жерде үшінші нүктеден кейінгі пернеде астында сұқ саусақ, үстіңгі нүктеден кейінгі пернеден кейін бас бармақ басылады. Міне екі төмен екі жоғары қағыс. Та-та-та-та-та-та-та. Көрдіңіздер ғой міне. Қайтадан жылжимыз. Міне, бастапқы жаңағы бір буыннан кейінгі қайталанатын екінші мына кіші орта буыннан кейінгі буында бір әуен және қайталанып, бастапқы әуенді қайталап, бір толыққанды үлкен сөйлем қайталанды, өздеріңіз көріп отырсыздар. Енді еркесілқымдағы ең басты және қайталап айтам, бұдан бұрынғы сабақтарда да қайталағам. Осы күрделі күйлер болсын, жай ықшамды күйлер болсын, ең бастысы үйрену үшін жаттап алу керек. Осы әуеннің бәрі мына көкіректі сайрап тұрса, ары қарай дыбыс қуалап осының бәрін тартып кетуге болады.
Ең бастысы жаңағандай ерке сылқымдағы деген қағыс бар, сосын екі төмен, екі жоғары қағыс бар. Сондай қағыс ерекшеліктерін сақтап отыру керек. Оған сақтап тарту үшін де жаңағы жаттап алған ең абзал әуенді. Енді сағаны көрейік. Мінекей. 1, 2, 3, 4, 5 нүктеден кейінгі пернеден басталады. Үстінен басамыз. Бірінші ашық ішекте, екі төмен қағыстың бірінші қағысы ашық ішек, екінші қағыста басамыз мінекей. Екі төмен, екі жоғары қағыспен. Міне, та-та-та-та, тай-та-та деген, тай-та-та деген бір төмен, екі жоғары қағыс міне. Қасында енді бірмен жылжимыз. Міне 3, 4, 1, бірмен жылжимыз. Міне 4-ші саусаққа 2 рет қайталаймыз қағысты. Міне та-та-та-та-та деген қағысты мына саусақта 2 рет тартылады міне. Көріну деп тоқтаймыз, сосын арғарай өте бір әдемі әуен кетеді міне. Бас бармақпен 1, 2, 3, 4-ші нүктеден кейінгі нотада бірінші ашық ішек. Осы жерде тартылатын әуен ерке сылқымның ең әдемі тәтті жері. Қарап отырыңыздар. Деп үстіңгі ішекте мінекей 1, 2, 3, 4, 5-ші нүктенің үстіндегі нотадан үстіңгі ішектен аламыз міне. 4-ші нүктеден кейінгі пернеде бас бармақ тұрады, 5-ші нүктеден кейінгі дыбыстан аламыз. Міне, 2 төмен, 2 жоғары. Сонда қарап отырсаңыздар, осы жердегі әдемі әуен бас бармақ арқылы жылжып отырады міне. Міне. Мына жерден мына жерге жылжимыз, қараңыз міне. Екі төмен, екі жоғары қағыс, қасында жылжимыз. Деп бірінші әу бастағы әуенге қайтып келеміз.
Енді көріп отырғандарыңыздай ерке сылқым жалпы тартылу жағынан күрделі күй. Мына қағыстарда өзгеріп отырады, перне басыстарда жалпы күйдің құрылымы күрделі. Бірақ әуенді жаттап алған, ары қарай үйренем деген адамдарға бұл қиындық тудырмауы әбден мүмкін. Себебі әуенді жаттап алған жағдайда қолдан қарап, бейне таспадан қарап үйрену өз алдына жаңағы адам жай отырған кезде осы домбыраны дыбысын қуалап отырып, жаңағы көкейдегі әуенге салып үйреніп кетуге де болады. Біз енді 8-ші сабақта ерке сылқым күйінің негізгі бір керекті жерлерін көрсеттік. Соңғы бір сағасы ғана қалды. Ол дыбыста енді осы біз көрсеткен дыбыстардан алшақ емес. Сондықтан осы бөлікті үйренген адам ары қарай сыртқы қалған бөлігін өздігінен үйреніп алуға да мүмкіндігі болады. Сабақтың уақытына байланысты біз 8-ші сабағымызды аяқтаймыз. Әбдімомын Желдібаев атамыздың халықтың жүрегінен кең орын алған ерке сылқым күйінің толық нұсқасын тартып бердік. Қосымша әрбір буынында қандай саусақ басылады, қандай қағыс қағылатынын назарларыңызға ұсындық. Әрбір талпынушы, әрбір домбыраны сүйген қазақтың шаңырағында осындай керемет, қажайып күйдің әуені күмбірлей берсін ағайын.